Быйылғы жылы бастау алған еліміздегі төтенше жағдайлардың бірі COVID-19 коронавирустық инфекциясы білім беру жүйесіне өзгерістер әкелген еді. Қашықтан оқыту арқылы білім беру мен тәрбиелеу ісі жүргізілетін болғандықтан, бастапқы кезде көптеген қиындықтар мен қобалжулар болғаны рас. 9 сыныптың соңғы тоқсанында бұл жүйе оқушыларға таңсық болғандықтан, оны игеру оңайға соқпады. Қазіргі әлемдегі пандемияға байланысты барлық мектептер онлайн режимде оқып жатыр. Мен де сондай оқушылардың бірімін. Алайда қандай бағытта болмасын, білім алу біздің басты ойымызда. Мен қашықтықтан білім ала жүріп, тезірек дәстүрлі оқуға көшіп, сүйікті мектебіміз бен ұстаздарымызбен қауышып, біліммен тереңірек сусындайтын күнге жетуді армандаймын. Республика аумағында карантиндік шектеулердің жалғасуына байланысты әлі де қашықтан оқыту жүйесін пайдалануға мәжбүрміз. Бұл әрине уақытша жағдай. Халқымыз шыдамдылық танытып, сақтық шараларын дұрыс қолданса, ауыр дертті бірге жеңіп шығатынымызға сенімдімін. Қазіргі таңда гигиеналық талаптарды сақтағанымыз өте маңызды. Себебі қазіргі кездегі ауруға байланысты адамдар өз денсаулықтарын күтуі қажет. Сол үшін де қолымызды жиі жуып, таза ұстауымыз керек. Отырған орындығымызды, тұрған жеріміздің барлығын дезинфекциялап тазалауымыз қажет. Шаңнан тазартуымыз қажет. Және де халық көп жерде арақашықтықты сақтап, маска киіп жүруіміз міндетті. Сонда ғана біздің денсаулығымыз мықты болмақ. Сонда ғана біз осы ауруды жеңе аламыз. Қашықтықтан білім беру жүйесіне ұстаздар мен студенттер тез үйренді. Ал оқушылар үшін бұл жағдай белгілі бір қиыншылықтарды туғызды. Атап айтатын болсам, телефон құрылғыларының жетіспеушілігі, көп балалы отбасыларда құрылғылардың болмауы және ғаламтордың керектігі. Алайда мемлекетіміз бұл мәселелердің барлығын шешіп, оқушыларға көп мүмкіндік жасады. Соның арқасында бүгінгі таңда оқушыларымыз сапалы білім нәрімен сусындауда. Бұл әрине екіншіден тәжірибесі мол ұстаздарымыздың арқасында. Қашықтықтан білім беру жүйесіне қанша үйренсек те, алдағы уақытта аяулы мектебімізбен қайта қауышуды қалаймыз. Орта айтқанда, адамның көңілі шын мерленсе, ғылым мен білім іздену жолында кедергілер болмаса анық. Жоғарыда айтылған мәселелерді ой елегінен өткізе отырып, ауылдық жерде мектепте санитарлық талаптарды сақтап, дәстүрлі оқуға көшірсе екен деген тілегіміз бар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.